Сәлем достар, бүгін осындай керемет жұмсақ, дәмді болып шығатын сүзбе қосылған гүл булочкасын пісіреміз. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен сүтті жылытып аламыз. Менде неге басқаша түстегі сүт десеңіз, мен бадамнан сүт қолдандым. Сіздер кәдімгі сиыр сүтін қолдансаңыздар болады. Еш айырмашылығы болмайды. Енді ашытқы, тұз, қант, жұмыртқа қосып, венчикпен араластырып аламыз. Енді електен өткізілген ұнды 2-3 бөліп қосып қамыр елейміз. Қамырға ұн осылай толық қосылған кезде бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майды қосып, тағы жақсылап елейміз. Міне осындай әдемі жұмсақ қамыр болады. Енді бетін жауып, 1-1,5 сағатқа 2-3 есе үлкейгенше жылы жерге қойып қоямыз. Енді сүзбеден салмасын жасап аламыз. Сүзбеге 1 жұмыртқа, қант және жүгері крахмалын қосып, блендермен 1 келкі болғанша езіп аламыз. Оригинал рецепт бойынша 1 жұмыртқа қосу керек деп тұр. Бірақ олай салма сұйық болып кетеді екен. Сол үшін сіздерге толық жұмыртқа емес, тек жұмыртқа сарысын қосуға кеңес беремін. Және брикеттегі сатылатын сүзбе қосуға кеңес беремін, себебі олар құрғақтау болады. Сонда салмаңыз қоюлау болып, булочканы формаға келтіргенде ыңғайлы болады. Енді көтерілген қамырды дастарханға түсіреміз. Ешқандай ұн қолданудың қажеті жоқ. Тек кішкене қолыңызды сұйық маймен майлап алсаңыз болады. Қамыр өзі сондай қолға жабыспайтын керемет болып шығады. Қамырды 15 бөлікке бөліп, домалақтап, бетін майлықпен немесе пленкамен жауып, 10 минутқа қалдырамыз. Енді видеода көрсетілгендей, әр қамырды осылай қолмен жайып, 4 жағынан пышақпен кішкене кесіп алып, ортасына сүзбеден салмамызды салып, гүл формасына осылай келтіреміз. Ең соңғы қамырдың бұрыштарын міндетті түрде астына жібереміз. Себебі көтерілгенде ашылып кетуі мүмкін. Осы жерде түсінікті болған шығар, салманың сұйық болғаны ыңғайсыздау екені. Сол себепті видео астына дұрыс рецепті жазып кетемін. Формаға келтірілген булочкаларымыздың бетін пакет немесе пленкамен жауып, тағы 15-20 минутқа расстойкаға қалдырамыз. Содан кейін бетін жұмыртқа сарысымен жағып, алдын ала 180 градуста қызып тұрған пешімізде 25-30 минут пісіріп аламыз. Міне осындай үлкен, сондай тәтті, жұмсақ, үлпілдек болып шығады. Бетіне қантты ұнтақ сеуіп ұсынамыз. Қараңыздаршы, қандай жұмсақ, салмасы да өте тәтті болып шығады. Неге іші сұр десеңіз, миндаль сүтіне жасалған соң булочканың іші сұр түс болып тұр. Сіз сиыр сүтіне жазсаңыз, сіздерде кәдімгідей аппақ булочка болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз, ас болсын. Видеом ұнаса лайк басып, арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Ас болсын.